Сәлем достар, мен бүгін сіздермен тефтели пісіретін боламын. Ол үшін алдымен қазанымызға су құйып, ішіне етін салып, қайнатып пісіріп аламыз. Етіміз піскенше тефтелиімізді дайындаймыз. Ол үшін жарты пиала күрішті суға салып, бір қайнатып, бетін жауып қойып қоямыз. Сосын пияз, картошка, сәбізімізді аршып, тазалап аламыз. Тазаланған пияз, картошка, сәбізімізді турап сорпаға саламыз. Енді пиязымызды ұсақтап турап, тефтели дайындаймыз. Енді фарштың үстіне пиязды саламыз, күрішімізді саламыз. Бұрышын дәміне қарай тұзын салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне бір қасық ұн және бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұрғылап 5-6 рет араластырып аламыз. Суға салып қайнатқанда ажырап, шашылып кетпеу үшін ұрғылап араластырғандарыңыз жөн. Енді домалақтап аламыз. Видеодағыдай тағы да ұрғылап домалақтағандарыңыз дұрыс болады. Тефтели жасап болдық. Етіміз де пісті. Енді сорпаға салып қайнатамыз. Тура осы рецептпен духовкада соуспен пісіріп алсаңыздар да болады. Біз үйде әжеміз және кішкентай балдар болғандықтан сорпаға салып пісіргенді дұрыс көреміз. Сорпа қатты қайнамау керек, баяу отта қайнатасыздар. Сосын бетін жауып 15 минут қайнатып пісіріп аламыз. Тефтелиіміз пісті, ажырамай, шашылмай, біркелкі болып пісті.
балаларым осы тамақты өте жақсы көреді. Сіздер де балаларыңызға жасап берсеңіздер болады.